Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен осындай крем жасайын деп отырмын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Маған бар болғаны осындай сметана қажет. Сметананың басқа түрлерін алсақ та болады. Мендегі осындай сметана. Енді ол үшін маған осындай ыдыс және марлы керек. Марлыны 1 метр марлыны 4 қабаттап осылай ыдысқа кигізіп қойдым. Қазір осының үстіне сметанамды саламын. Себебі 2 қабаттап немесе 1 ғана қабаттасақ, сметананың өзі ағып кетуі мүмкін. Сондықтан 4 қабаттап қойдым. Сметананы бұған салуымның себебі кез келген сметананың құрамындағы су болады, сол су бөлініп шығу керек. Қыздар, марлыны сығып суын бөліп алмаймыз. 3 сағатқа іліп қоямыз осы марлыны, өзі бөлініп шығады суы. Міне көріп тұрғандарыңыздай 3 сағаттан кейін алдым, суы бөлініп шықты. Сіздерге көрініп тұр ма? Астындағы су, осылай су бөлініп шықты. Енді марлымыздағы сметанамызды алып ыдысқа саламыз. Айтпақшы қыздар, марлыны сулап аламыз, сол кезде сметанамыз марлыдан бірден түсіп кетеді. Егер құрғақтай марлыға салсаңыздар, марлыға жабысып қалады. Менің сметанам шамалы қоюланып пішіні келе бастады. Менің каналыма подписаться кнопкасын бар. Менде талай керемет дүниелерді көресіздер. Енді осыны тоңазытқышқа кішкене 1 сағатқа салып қоя тұрамыз. Температурасы сәл салқындау болған дұрыс. Және осының үстіне сахарный пудраны саламыз. Мен тәттіні қатты жақсы көрмейтін болғандықтан сахарный пудраны аздап қана салдым. Ал сіздер өздеріңіз дәміне қарай одан да көбірек салсаңыздар болады. Айтпақшы қыздар, мен сахарный пудраны қалай жасау керек екенін шортс каналыма салып қойдым, сол жақтан көрсеңіздер болады. Және осы кремді 15-20 секунд қана миксермен араластырып аламыз, одан көп араластырмаймыз. Осындай керемет крем